Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Здравствуйте, ребята. Сабақтың тақырыбы, тема урока Каспий теңізі, Каспийское море. Сабақтың мақсаты белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті баяндау, кері байланыс орнату, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу. Таныс емес сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну. Бағалау критерийлері. Белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті баяндау, кері байланыс орнату, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу. Таныс емес сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну. Келесі ойланайық. Берілген суретке қарай отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын табайық. Сөз тіркестер арқылы сабақтың тақырыбын табамыз. Следующее, ребята, смотрим на картинку и находим тему нашего урока. Составляем словосочетание, и так мы находим тему нашего урока. Жақсы балалар, сонымен біздің сабақтың тақырыбы Каспий теңізі болып шықты. Тема нашего урока Каспийское море. Келесі балалар, сөйлесейік. Әдіс арқылы берілген сұрақтарға жауап береміз. Следующее задание, давайте поговорим, отвечаем на данные вопросы. Каспий теңізі туралы естідің бе? Слышал ли когда-нибудь о Каспийском море? Каспий теңізі Қазақстанның қай аймағында орналасқан? В каком регионе расположено Каспийское море в Казахстане? Каспий теңізінің жағасында қандай қала бар? Какие города расположены на берегу Каспийского моря? Келесі балалар, Қазақстан картасымен таныс болайық. Қазақстан картасында көріп тұрғандай, батысында Каспий теңізі орналасқан. Каспий теңізінің жағалауында Атырау және Ақтау қалалары бар. Следующее, ребята, мы видим карту Казахстана. Каспийское море расположено на западном Казахстане, западном регионе. На берегу Каспийского моря есть города Атырау, Ақтау. Они расположены на берегу Каспийского моря. Жаңа сөздерді дәптерімізге жазып алайық. Следующее, ребята, ознакомимся с новыми словами и запишем в словарную тетрадь. Көгаль, лужайка, қоқиқаз, фламинго, уылдырық, икра, шағала, чайка. Сен білесің бе? Келесі тапсырма оқулықтың 143 бетінде мәтін бар. Сол мәтіннен Каспий теңізі туралы мағлұматты іздейміз және дәптерімізге жазамыз. Зерттеу жұмысымен айналысамыз. Следующее задание. Знаете ли вы? Открываем учебники, страница 143, находим текст. В тексте мы ищем информацию о Каспийском море, и нужно будет записать в тетрадь. Это у нас исследовательская работа. Балалар, қандай мағлұматты біз тауып алдық мәтіннің ішінен? Және соны тексерейік. Ребята, какую вы информацию узнали о Каспийском море? Давайте мы сравним. Каспий теңізінің жалпы ауданы 376 мың километр. Жағалау сызығы Қазақстан үлесіне 29%, 2340 километр құрайды. Ресейге 9%, Әзірбайжанға 20%, Түркменстанға 21%, Иранға 14% тиесілі. Келесі балалар, келесі тапсырма, мәтінді мұқият тыңдаймыз. Слушаем внимательно текст.
Мәтін. Теңіз маңында. Мен Ақтауда тұрамын. Ақтау қаласы Каспий теңізінің бойында орналасқан. Каспий теңізі өте үлкен. Теңіз солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 шақырымға созылып жатыр. Каспий теңізінде балықтардың көптеген түрлері бар. Олардың ішінде қызыл балық аса қымбат бағаланады. Оның қара уылдырығын өте қымбат бағаға сатады. Жазда отбасымен бірге теңізге шығамыз. Қайыққа отырып, балықтарды қызықтаймыз. Теңіздің маңында құстар да жүреді. Кептер мен шағалалар, қаз үйректер, аққулар бұл маңда өте көп. Қазақстанда сирек кездесетін қоқиқазды да Каспийдің жағасынан кездестіре аламыз. Бұл құстар көгалдан гөрі судың маңынан өз қоректерін оңай табады. Отбасымызбен құстарға жем бергенді ұнатамыз. Теңіз жағасын қоқыстан тазалау жұмыстарына қатысамыз. Жақсы балалар, мына мәтін сіздерге түсінікті болды ма? Келесі мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Работаем дальше по тексту. Келесі 5-ші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, дұрыс мәлімет анықта. Следующее задание. Прочитайте предложение, найдите правильную информацию. Каспий теңізінде қызыл балық жоқ. В Каспийском море нету красной рыбы. Каспий теңізінің маңында қоқиқаз бен аққу жүреді. На берегу моря есть лебеди и фламинго. Теңізден ит балықты жиі көре аламыз. Үйрек пен қаз, қоқиқаз бен аққу теңізге қарағанда көгалды ұнатады. Теңіздің айналасында қоқыстар қалдыруға болмайды. Дұрыс мәліметті іздейміз. Находим правильное предложение. Сверяем по тексту. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Және кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Жалпы тақырып бойынша түсінікті болды ма? Какая сегодня была тема и было ли вам все понятно? Үй жұмысы Каспий теңізі туралы мазмұндау. Домашнее задание. Нужно будет пересказать о Каспийском море. Прочитать текст внимательно. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.